ішкі цензура сыртқы цензурадан туады ғой. Сосын бізде ол өте қатты, ол цензура емес, ол мінез болып кетті бізде. Адамның ішкі мәдениеті ғой цензура дегеніңіз. Ішкі мәдениет кейде ұялу керек, жазбайтын нәрсені жазбаймын деп айту керек. Бетің былш етпей сен жазасың да, сосын цензурадан көре саласың, жоғарыдан бастықтан көре саласың. Міндетті түрде өкімет, билік өзінікін қай билікте сондай? Трамп та сөйтіп жатыр ғой қазір. Біздің билікте сондай, мен айттым, соны істе деп айтады. Сен бірақ оған уәж айтуың керек. Олай емес ол. Былай істейік ол жерде. Сен уәжіңді айтып оған түсіндіруің керек. Түсіндіріп, егер түсінбей жатса, онда столдан тұрып, мен бұндай қызметін істемейін деп кетуім керек. Сіз маған айтыңызшы, қандай қызметке бас аяқтарды көрдіңіз осы уақытта? Мен министрлікпен келіспей кеттім деген нәрсені. Мен ондай қызметтен кеткен адам есімде жоқ, білмеймін тіптен. Олар бүйтеді, қазіргі уақытта жоғарыдан тапсырма түседі, бас аяқтар тапсырманы алады да, орындандар деп басқа журналистерге бере салады. Өзі тек ақ сүттен ақ, содан таза отыра береді. Бірақ жауапкершілігін көтеру керек ол. Бас аяқтарлар осындай болғаннан кейін журналистер оларда қорқады. Енді бас аяқтар министрдің тапсырмасын орындау керек қой. Ол үшін журналистерді қысады, жұмыстан шығарады. Мысалы, енді мына заманда бір жерде жұмыс табу да оңай емес та. Сананы тұрмыс билеген заман ғой енді барлығы. Сондықтан енді осыны кім көріп жатыр деп зік-зік етіп жатады да, жібере салады журналистер. Ол ішкі цензура осында осы жерде шығу керек. Ішкі цензураның екі жағы бар. Біреуі жаңағыдай жазбайтын нәрсені жазбау, екіншісі жаңағыдай күресу. Журналистің өзі де күресу керек. Мынау болмайды, мен бұндай нәрсені жазбаймын деу керек. Айту керек.